Hey yo, бәріне сәлем достар, сенің бүгін Мернат достар. Бүгінгі видеода біз дегеніміз мынау интернеттегі ең қызық, ең қауіпті және абайсызда болған нәрселерді айтатын боламыз. Яғни бұл дегеніміз достар, тікелей тамаққа байланысты. Яғни біз күнделікті өзіміз жеп жүрген тамақтан, болмаса кәдімгі тамақтардан басқа адамдардың қандай металды, қандай нәрселерді, қандай заттарды жұтқанын бүгін айтатын боламыз достар. Ал ендеше кеттік. Ең біріншісі, көріп тұрғандарымыздай кілтті де адамдар жұтып қояды екен. Аты Фостер деп аталатын бір қыз, яғни бір вечеринкада, бір клубта отырып, өзінің достарымен сөйлесіп, қыдырып жүрген кезде бір тұрып, бір аузына осылай кілтті алып жіберді достар. Сонымен енді азанда тұрып қараса, аузында бір бәле болыпты. Сөйтіп, больницаға барса, оның рентгенге түсірсе, ішінде ключ жатыр екен достар. Екіншісі, бізде ол пакистанский азамат болды достар. Ол дегеніміз кірпішті алып, аузына салып жеп қойыпты. Бұл адамға бұл ой қайдан келгенін білмеймін. Бәлкім ол ашыққаннан шығар, мүмкін ессіз жоқтықтан шығар достар, нақтысын білмеймін. Үшіншісі, ол граната. Достар, гранатаны бір террорист алыпты да қарнына, яғни салып жіберіпті, аузына тығып қарнына салып жіберіпті. Одан кейін достар, ол өз планын дұрыс орындап, сол жерде жүзеге асырылған екен мақсаты. Айтпақшы достар, біз өзіміз өмір сүріп жүрген кезде де, яғни бір өзіміздің братишкаларымызда, өзіміздің қарын інісіні, өзімізден кейінгілерімізде барлығы бір дәнені жеп аузына салып қоятындары бар енді, иә. Оларға да алып қараған кезде мен осы жерде бір кішкентай қыздан 30 сондай затты жұтқан екен достар. Ал бұның қалай өлмей жүргенін мен білмеймін. Иә достар, мені кешіре көріңдер, если видеом өте қысқа болса. Енді достар, бүгінгі видео осындай өте қысқа болып қалды. Если каналға жазылып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Тағы да осындай видео ұнаса комментарий жазып жалғастыр деп жазып кетсеңіздер, мен ұзағынан өте қызықты видео қылып до конца жасаймын. Ал бүгінгі видеода болған мен Ернат достар, келесі видеода кездесе берейік. Сау болыңыздар.